Қыздареке, сәлем, эфирде Айрин. Бұл Алло Айрин каналы. Мені жоғалтып алмау үшін подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жалпы бұл YouTube канал мен не үшін ашудамын, не үшін аштым. Мақсаты бұл YouTube каналды жалпы декретте отырған аналар болмаса қыз-келіншектер, мамандық іздеп жүрген қыз-келіншектерге арнап аштым. Себебі декретте отырған кезімде көбіне маған звондап сұрайтын: алло Айрин, сол үшін алло Айрин деп ашқам ғой. Алло Айрин, немен айналыссам болады, сен осымен айналыстың ғой. Алло Айрин, мен декреттемін, қазақстанда табысым жоқ, табыс тапқым келеді деген сияқты маған көптеген қыздардан, келіншектерден маған көбіне дайректке болмаса жалпы өзіме түрлі хат, смс-ті, сонымен звоноктар түсіп отырады. Бұл каналдың мақсаты мен қыз-келіншектерге арналған мамандықтарды, қандай мамандықпен айналысады және ол мамандық арқылы қанша табыс табуға болатыны жайлы айтамын. Сондай-ақ бұл бірінші айдары, яғни мамандықтар. Екінші айдары бұл тегін білім айдары. Осы уақытқа дейін мен қаншама елде оқыдым, сондай-ақ сол елдерден білім алдым. Ол Қазақстаннан, Россиядан, Кореядан, Түркиядан сияқты білімдер алдым, даже Америкадан да. Сол білімдерімді осы YouTube каналында тегін бөлісетін боламын. Ол мысалы SMM маманы, копирайтинг, сондай-ақ YouTube, қазіргі таңда YouTube'ды қалай ашу керек деген сияқты. Сондай-ақ мен Түркияда жүргенде байерстен айналыстым, алтынмен айналыстым, киіммен айналыстым, мужской, женский деген сияқты. Солардың барлығын жалпы айтып өтетін боламын. Мені танымағандарға қысқаша өзімді таныстырып өтейін. Есімім Айрин, жасым 28-де. 14 жасымнан би группасын аштым. Қазір таңда би группама биыл 14 жыл болады. Әлі де жүруде, әлі де жұмысын жалғастыруда. Сондай-ақ 2016-2017 жылы Кореяда именно SMM, social media маркетингтің бір саласы болады. Копирайтинг, яғни сатылым алып келетін текст жазу. Соны летний лагерьда оқыдым. Одан кейін 2019 жылдары Турцияда Медшорап компаниясында бас копирайтер болып жұмыс жасадым. Сондай ол жақта жүріп байерствомен айналыстым, киім, аяқ киім, алтын, жалпы қай жерде ақша бар, сол жақта жүремін негізінде. Так, қандай сүйікті ісіңіз бар деп жатады ғой. Сүйікті іс, мен қазіргі айналысып жатқан ісімді мен сүйікті ісім деп айтамын. Себебі маған жақсы табыс алып келетін жұмысқа мен бар ынта-шынтаммен зейін қоямын. Жалпы қыз-келіншектерге арналған мамандықтар дегенге нелер кіреді, қандай нишалар кіреді? Ниша деген мамандық, сала. Оларға мысалы тырнақ, кірпік, қазіргі таңда мобилографиямда, SMM-ді да, сондай-ақ YouTube-ды да, клубника в шоколаде, финики в шоколаде, лукум жасайтындар бар, сондай-ақ баклава, нутрициологтар, диетологтар, тағы нелер, жаңағы сетевоймен айналысатындар бар, иә. Жалпы 50 шақты мамандықты қазіргі таңда дайындап қойдым. Сол 50 шақты мамандықтың иелерімен мен сөйлесетін боламын. Сондай-ақ мысалы встречный деп айтады ғой. Мен келе жатамын. Мысалы ол таныс адамдар емес, бейтаныс адамдардан да, бейтаныс қыз-келіншектерден де интервью ретінде аламын. Допустим, мен бір шаштаразға кірдім, ол шаштараздан интервью аламын. Жаңағы қанша табысы бар, не істейді, қанша тауып жүр, немен айналысады, неше жылдан бері айналысады. И сол адамның данныйларын сіздерге беріп отырамын. Барып үйренсеңіздер болады, көрсеңіздер болады, білсеңіздер болады дегендей. Бұл мақсаты сол. Екінші, мен танитын таныстарымнан, қазіргі таңда жақсы табыс тауып отырған декреттегі аналардан мен қысқаша сұхбат алатын боламын. Олар немен айналысады және қанша табыс тауып жүр осы уақытта. Солардың бәрін осы YouTube каналға көрсететін боламын. Без краски, без ничего, как и есть. Егер сіздерде бір мамандықтар туралы білгілеріңіз келсе, мысалы, мен мына мамандықпен айналысқым келеді, осы мамандықтың экспертінен біліп берсеңіз деген сияқты сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Бұл комментарийда мен барлығын оқып, реттеп, сол мамандықтың нағыз экспертімен барып сұрап,
YouTube каналыма салатын боламын. Тегін білім айдарында да не үйренгіңіз келеді? Мысалы, мен осы уақытқа дейінгі оқыған білімдерімнің барлығын сала отырамын, бірақ сонда да сіздер может мен үйренген білімдерден басқа білім үйренгіңіз келетін шығар. Сондай білімді комментарийға жазатын болсаңыздар, мен міндетті түрде оның экспертімен жолығып, осы YouTube каналда тегін айдар ретінде міндетті түрде салатын боламын. Қазіргі таңда мен немен айналысып жатырмын? Қазіргі таңда мен 5 Instagram аккаунтты жүргізудемін. Оның ісі мен маманымын, то есть пост жазамын, видеосын өңдеймін, дизайн саламын деген сияқты. Сондай-ақ клубника және финики в шоколаде бизнесім бар. Chocoland Elite, мен ол жерге Instagram қалдырып кетемін. Және криптовалютамен айналысып жатырмын. Оны айтайын ба, айтпайын ба? Криптовалютамен айналысып жатырмын. Менде жаңағы көбіне сұрайтыны, декретте отырғаннан кейін послеродовая депрессия болды ма, болмаса одан кейін немен айналысуға болатыны туралы сен ойладың ба деген сияқты көп сұрақтар келеді. Жоқ, менде ешқандай послеродовая депрессия болған жоқ, потому что мен осыны салысымен Турцияға кетіп қалдым, одан заттар алып келдім. Енді міне ютубты үйреніп, ютубтағы бар білгенімді сіздермен тегін бөлісетін боламын, және де осымен айналысып жатырмын. Алдағы уақытта мен сіздермен түрлі қызық видеолармен бөлісетін боламын. Сол үшін маған подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар, қош сау болыңыздар. Жүргіземін деген сияқты. Кола құймасаң болмай ма? Шығып жатқан жоқ па дауыс? Дауыс шығып жатыр, по-любому шығады ана жерден. Ама тұра тұр. Сәлем, это Айрин, Алла Айрин каналы. Жалпы мен танымайтындар үшін бірінші өзімді таныстырып өтейін. Немен айналысамын, жалпы Батырет ханым жақсы. Таң айтсам ба? Айта алмадым. Айттым ғой. Жоқ, не болады? Не болады? Ол бейтіп әлі күн кейін. Басын. Сосын қазіргі басын айтайыншы. Бұл каналдың мақсатын бірінші айтамын деп, сосын бизнесімді айтып кеттім. Ой, қыздар жылап кетті, осындай уақытта түсіретін кезде. Так, қызды бірінші рет түсірейік. Жалпы как есть айтқан жоқсың ба? Жазып алғаннан не қайтады? Жазып алғаннан ешқандай. Арада өтіп қойып қалдырсың да осы қалғансың да